Ал біздің қазіргі Қазақстандағы проблема не ол? Қалай ойлайсыз? Қаржылық сауаттылық жоқтығында? Иә, жоқтығында. Бірақ біздің Қазақстанның ең комфортный, ең сервиске жақын Каспий банк. Яғни сен кредит ала салуың оп-оңай. Бес ақмет ала саласың. Нәпсіге жағады. Нәпсіге жағады, иә, ол да бар. Нәпсіден бөлек біздің финансовый грамотностьімізді жоқтығынан бір, сен оны есептеп отырмайсың. Қазір бұның 50% жаңағы анаған кететін болса, қазір еще оның проценті бар. Оны мен 36 ай бойы, 24 ай бойы төлейтін болсам, мен айына осынша табуым керек. Ал мен осынша табуым үшін қазір менің қолымнан жаңағы психологиялық қабілет бар. Ол мен психологиялық қабілетті қазір мен Инстаграмда көрсетуім үшін маған да оған ақша керек. Мысалы, сіздердің услугаларыңыз 200 мың теңге болатын болса, қазір мен Макеге 200 мың теңге беремін, мен релсқа саламын. Ол релс атама, атпай ма? Оның өзі де под вопросым, ол ату үшін мен өзімнің состоянием қалай болу, мына жақта қарызым түсіп отыр, мына жақтан Мәкенің услугасы бар, мына жақта мен психологиялық адамдармен жұмыс жасаймын, еще менің супервизиям бар, менің терапиям бар, соның бәрін учитывать ете алмайды да. Ете алмайды. Қу тіршілікте жүрген адам басын қатырғысы келмейді. Бірден ала салады, ең соң қарызға тірелетін кезде қарызбен жабу сол жерде басылады. Түсіндіре алдым ғой? Түсіндіре алдыңыз. Ең проблема, өзекті мәселе осы да. Яғни критический мышление болсын, немесе миыңмен сен мышлениемен кішкене андай себеп салдар дейді ғой, причинно-следственный связь мықты болатын болса, қазір мен ана нәрсе опять болды ответственностьқа келеді. Қазір мен қарызды кредитті алатын болсам, ол қарызды мен ертең қалай өтеймін? Бір адамдар қарыз алған кезде примерно жабамын ғой.